Достар, бәрлеріңізге сәлем, мен сіздермен Байбаш Фарухпын. И достар, мен бүгін сіздермен Clash of Clans ойынына обзор жасағым келеді. Обзор емес, ең алғашқы Let's Play Clash of Clans ойынына. Так, давайте, достар, уже сразу бастаймыз. Менде қазір, яғни бұл жерде почти Ратуша ТХ4-тің почти фулы. Жерім тап-таза, базам құрылған, негізі базам мен ютубтан ұрлап алған. Шын керек. Да, достар, мына Ратуша 4-те зайштаға келдер. Достар, бірінші зайштадан бастаймыз. 2 пушка менде 5-те, 2 башня лучница 4-те, Мортираны лучше етіп атырым бірге, так мынаяқтан бірдеме бар еді ғой. Мына орта воздушная оборона бірде, оны әлі ұлшетем, достар, оған әлі уақыт бар. Яғни мен қазір уже мортирамен лабораторияны ұлшетіп атырым. Так, 3 казарма бар, казарманың екеуі 5-ші уровеньда, біреуі 2-де, оны асықпай ұлшетем пока что. Мына уақыт ұзақ болатындар, кішкене атынан бастап сізін деп атырым. Эликсир хранилище 12 сағат болады, ұзақ. Барлық эликсир хранилищелар, достар, менде 6-ші уровеньда. Тағы золотой шахта, екеуі 8-де, екеуі 7-де. Мында ловушкалар, в общем, тағы бомба. Тағы ловушкалар. Эликсир хранилище 6-да, екеуі золотой хранилище 7-де. Яғни бәрі сандары уровеньдар бірдей, бірақ кейбір біреуі 6-ші уровеньдарда, кейбір біреуі 7, 8, в общем, сондай. Клан менде әлі 1, оны өлшетем аспай ол. Так, лагер екеуі де 4-те, міне екеуі де 4-те, 80 адам сияды. Так, тағы нені айтқан жоқпын, тағы. Лига менде серебряный лига 3-ші тарауы, 3-ші кезеңі, бірақ менде 711 трофей, негізі 800 болу керек, себебі менде 800 болған, кейін маған біреулер атака жасап, менің немді алып кетті трофейларында. Яғни солай. Кстати, ловушка, мына 2 бомба 2-ші уровеньда, мына пружинная ловушка. Екеуі бірде, одан артық. Басқа ештеме керек емес, міне барлығы сатып алынған, в общем, ресурсылардан ешқайсысы. Тек мына строительді ғана сатып алған жоқ, матақ бәрі войска жағынан да, ешті жағынан да бәрі сатып алынған. Кстати, достар, мынау версиясы 8.55.4, по-моему. Мынау ең соңғы версиясы, бұл ең соңғы версиясында бізде казарма обновить етілген, мені біз мынандай болып кетті, зат алатын болсақ. В общем, барлық казармаңызды сразу қараңыздар, достар. Бұл жерде мені бір қызықтыратын зат, достар. Ондай зат бар, ондай зат бар. Мысалы, қараңыздар, айта кеткенде, менде мынерде 2 казармам 5-ші уровеньда, Бұл жерде 5-ші уровеньда бізде стенобойлар ашылған. Енді қараңыз, 2-ші уровень, казарма 2-ші уровень. Казарма 2-ші уровеньде тек варвар мен лучницалар ғана ашылу керек. Ал енді қараңыздар, казарма 2-ші уровень бәрі ашық. Гоблинда, стенобойда, гигантта ашық, достар. Мен осыны түсінемін, бұл бір керемет, сонда біреуін ұлшетпей қойсаң да ала беруіңе болады. Ол бір керемет, бірақ яғни, достар, бізде оның жаны, в общем-то, сол саны төменде болып тұрады. Кстати, достар, мен кланда жоқпын, негізі мен UFC 2017 деген кланда болған. Бұл менің достарымның кланы, мұнда Бекзат деген, в общем, достарым бар. Просто бұл кланда көп адамдар шығып, кіріп, ойнамауы көп, егер сіздерден нормальный клан болса, достар, өтінемін кіргізіңіздер. Так, сосын мұнда, достар, міне, в общем-то, базам таныстырдым. Онда жарайды, достар, барларыңызға сау болды. Мен қазір летсплей емес, бұл
базамды таныстыру болатын. Летсплейді ертең или бір күні бастаймын, достар. Или тіпті қазір-ақ бастаймын. Барыңызға сау бол. Алтын каналына тіркеліңіздер. Қазақтар болса тіпті жақсы. В общем-то, лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер, комментария қалдырыңыздар. Кланның атын жазып кетіңіздер. Сіздер қандай кландасыздар? Егер нормальный клан болса, нормальный не уважение істейтін, в общем. Сондай. Барыңызға сау бол, достар.